Қып-қызыл болып шығатын, өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығатын нағыз той бауырсақтары. Үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды, кефирді құйып аламыз. Соңынан ыстық сүтімізді құйып, шекерімізді салып алатын боламыз. Сұйық майымызды құйып аламыз. Менде сорпаның бетінен артылған май. 2 жұмыртқамызды салып және ашытқымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Електен алдын ала өткізілген ұнымызды саламыз. Шамамен 6-7 стакан болады. Барлық ұнымызды салып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз тым жұмсақ болса, шетінен ұнды осылай салып отырамыз. Қамырымыз ортақ жұмсақ болуы қажет. Қамырымызға илеу беріп болғаннан кейін қамыр көтерілу үшін 1 сағат бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырымызды орташа қалың етіп жаятын боламыз. Қалың бауырсақ жақсы көтерілетін болады. Және осы қамырымды жайып жатқан кезде майды алдын ала қыздырып бастадым. Майымыз бірінші қызғанда қатты қызитын болады. Ол кезде бауырсақтарымызды салмаймыз. Майдың астын бәсеңдетіп, кішкене суытып барып салсақ, бауырсағымыз ортасы пісіп, жақсы көтеріліп шығады. Бауырсағымызды асықпай 2 бетін қызартып, пісіртіп алатын боламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін өздеріңізге қалаған форманы жасасаңыздар болады. Дөңгелек формасынан да жақсы шығады. Мен кәдімгі 3 бұрышты бауырсақ жасадым. Орташа қатты отта бауырсақтарымызды салып, араластырып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Табаға пісіргенге қарағанда осындай тереңдеу ыдысқа пісірсек, бауырсағымыз көтеріліп, 2 беті қызарып, жақсы болып шығады. Бауырсақтарымыз пісіп шықты. Бауырсақтарымыздың барлығын пісіріп болғаннан кейін, суығаннан кейін целлофан пакетке салып қойсаңыздар, өте жұмсақ болады, өте дәмді, осында көтеріліп пісетін болады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.